Әжесі, біздің немерemiz Айсұлу көрінбей қалды ғой. Қайда кетеді дейсіз? Ойын баласы ойнап жүрген болар. Келінжан, ал анашым, менің Айсұлуым қайда? Шақыр, уақытылы ас-ауқатын ішсін. Немерелеріңіз аулада ойнап жүрген болар. Bir нәрсе беремін деп шақырмасам, келе қоймас. Келінжан, сонда не берейін деп жатырсың? Мен оған сондай тәтті қызларыма бергелі тұрмын. Егер сен ештеңе бермей алдағаныңда, оған сен жалған сөйлеуді, өтірік айтуды үйретер едің. Сол себепті айтқан сөзің шындыққа жанасуы керек. Балаға ізгілік үйрету өзіңнен басталатынын ұмытпа. Жарайды, атам. Айсұлу, Айсұлу. Ал анашым, Сен атаң мен әжең шақырып жатыр. қазір бара жатырмын. Қолыңды жуып кел. Сені ас ішкенге атаң мен әжең күтіп отыр. Ата, әже, мен келдім. Келе ғой қарағым, дастарханға жақындап отыр. Кел шырағым, қолыңды жудың ба? Иә, әже, қайта тазалап жудым. Жарайсың. Ал мына қолыңдағы қуыршақты қайдан алдың? Әдемі қуыршақ не, әже? Маған ұнап қалғаннан кейін алып кеттім. Шырағым, ұят болды ғой. Біреудің затын рұқсатсыз алмайды. Қарағым, біреудің затын рұқсатсыз алған ол ұрлық болып саналады. Ал ұрлықтың үлкен кішісі болмайды. Бүгін біреудің қуыршағын ұрласаң, ертең аталып жиі ұрлайсың. Ал оны түзеуің үшін бүкіл ғұмырың жетпеуі мүмкін. Дұрыс айтасыз атасы. Естір құлақ болса, санаға құй болатындай. Өнегелі, тәрбиелі сөздер айттыңыз. Шырағым, алған қуыршағыңды егесіне апарып бергенің дұрыс болар. Түсіндім. Жарайды, әже, апарып берем. Әжесі, немеремізге өз қолыңнан әдемі етіп қуыршақ тоқып берсең қалай болады екен? Әрине атасы, Айсұлуыма ұнайтындай етіп қуыршақ тоқып беремін. Алақай, әже, ата, рас айтасыздар ма? Қуанышымда шек жоқ. Сіздерді қатты жақсы көремін. Атаң мен әженің айтқанына құлақ сал қызым. Үлкеннің ақылын тыңдасаң, тәрбиелі қыз болып өсесің. Әжесі, немереміздің қуыршағы дайын болды ма? Дайын атасы. Айсұлуыма ұнайды деп ойлаймын. Шырағым, қуыршағыңды қолыңа ала ғой. Алақай, қандай әдемі. Маған қатты ұнады. Рахмет, әже. Ата, әже, мені кешіріңіздерші. Енді мен біреудің затын алмаймын. Уәде беремін. Жарайсың, шырағым. Мен бақытты баламын. Мен бәріңізді жақсы көремін. Молодец!